Супергеройлар Қазақстанда болса. Өзіп тұтан жығыр. Кеттік. Короче, тура өйстіп, мына жерге дейін ашады да. Крышада бар одной. Сүйіп атқан кезде біреулер тиктокқа салып жүрген ғой, прикинь. Тарып кетті ма? Тарып кеткен. Өзі қайда кетті? Америкада бар. Не істейміз де, бір жерге аниматор болып кіріп аламыз ба? Жұмыс жоқ қой, что-то. Ой, ляма шешпеппін ғой. Чпок! Жүш, ар жаққа вызып түсіп жатыр, құтқарайықшы адамдар. Жүш. Көндістік маши, еш нәрсеге жалайын. Енді құтқару керек болып тұр ғой. Шөлеттің, сушасы. Не мынау? Золотой жейдің ғой. Не заттың? Постоянно осыны ішіп шығам ғой жұмысқа. Наны ішпесем білесің ба не болатын? Мына қызылдардың бәрі кетіп қалады да, көк көмбек болып. Алдын 2 күн көгеріп өлейін деп қалдым ғой үйде. Күш бере ма мынау саған? Осы мен ғой. Мұздай қылып ұрып аласың, е? Бәрі сенікі ма? Пустой казана. Тормен қуатам деп жинақ қойған ғой. Короче, Бэтмен братан бар, Тор братан бар. Жаңа черпачкалар сушняқта жұмсал жері, короче, сондай қатыда отырып отыр, чисто өзіміз геройлар отыр қой. Бэтмен братан мас болып қалған ғой, короче. Машинамды айдап қойды, миымды ұрып, братан мен жоғары жақтан қайтамын, қуаттың қысы еді ше. Үйіне айдап барам, үйіне барсам, жағадай 4 бұрышты ма дедім ғой. Бай кетіп қалған ба? Жоқ, 4 бұрыш жерде тұрады аман. Тестілеуден 140 балл жинаған ауыл баласы баспаналы болды. Түркістандық Жәнібек Әбілханға мұндай жомарттықты өзі дайындалған оқу орталығы жасаған. Көп... Сен бала, обутудан қанша жинадың сен? Обутысын өз папашық. Армияға етіп жоқпын ба сразу? Өй, құршай бұлай. Кенже бала, сен обут... Мен 10 сынып дейін отырмын. Бірақ обутыға дайындап отырмын қазірден. Жақсылап дайындал. Орташы бала. Сен обут тапсырдың ғой өзі? Қанша жинадың? 139. Қанша дейді? 139. 139 несе? 140 балл жинағанға бір пәтер алатын ек қой бізде. Папа, бол! 11 сыныпқа қайттан барасын, түсінің бе? Едусер онлайн 2026-да обутынан 140 балл жинағандар қайттан пәтер берейін деп жатыр. Сен соны аласың. Сен или кенже бала, түсіндің бе? Бол! Бол! 11 қайттан оқимын. Курсқа барам. Сенің таксист роднойың. Ей! Қашай! Не болды? Не болды? Қачмай апты да, yolda жүріпті да. Қачмай ма? Кетті ма? Інім. Горилланың сыртынан семішкі мусорларын алып кет өзіңмен. Горилла новый ғағы? Новый ма? Өзім жинап алам бар, жақсы. Базар, үш адам базар несі? Бұл Яндекс қой, кеттік ағы. Өзіміздің ауылдың баласың ғой, бір кішкене ақша істеп алып. Бол алдық, емеспін. Мен қазақтың баласы шығарсың енді. Қазақ емес, білчеспін. Мен інімсің ғой енді. Інің емеспін, сен үлкенмін. Жүр онда, отыр. Ағай қанша болды? 1430 болды қарындасым айналайын. 2000 теңге мен саған қазір берем, 570 теңге берем. 570 теңге берем. Түнгі сағат 11 жаңа. Үйіне жетіп қалдық, ауылдың шетіген тас қараңыз. Ағай ақшам жоқ дейді бір кезде маған. Ой, қарындас, оның ертерек айтпайсың ба, қалай болады екенсің? Жаңағыда келсейік та деп не отырды. Ой, енді келіскенде деп. Жаймен бейт арт жаққа не алдым. Ақшасын төледі бірақ кейін. Аударды ғой Каспий. Кешіріңіз а. Анем, мына жаудың табалдырықта тұрып сөйлеген жарамыз? Не дейсің өзің? Есік жапсын да суып кетті ғой. Кірсей ішке. Қанем. Не болды? Балаңыз. Балама не болды? Балаңыз соғыста өліп қалды. Соны мен сізге күймен жеткізейін. Бірінші күйге еті көріп бе дейлі? Не ал дейсің маған? Құлағына қорғасын құйыңдар. Сізге хан емессің, қасқырсың. Шығайық, жоғалтып аптым. Ханем, қашанға көше береміз біз? Бір жерге тұрақтайық та? Ханем, жау шапты. Тағы ма? Осы біз бір елдің ішінде отқан жоқпыз бәйтеуір. Нағып шаба береді, қайта-қайта ұсталып қала береміз ба? Картада сызып сақшы, күйініп кеттік қой.